Достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, және де видеоларды бөлісіп қолдап отырайық. Сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен шабыт береді. Халифа Харун Рашид бір күні Бәхлүл-Дана хазіреттерімен көріскісі келіп, хикметті, даналық сөздерін тыңдағысы келеді. Адамдарына оны тауып алып келуін бұйырады. Іздеуге кеткендер оны мазаратта ұйықтап жатқан күйінде тауып алады. Оятқан кезде, сендер не істедіңдер? Мені патшалық мансабынан түсірдіңдер. Енді мен не істеймін? Деді. Патшаның қызметкерлері бұл сөздерді айтып берген кезде, халифа мұның сырын түсіне алмады. Алдына келген кезде сұрады. Әй Бәхлүл, бұл не тірлік? Сен қай патшалықтан түсірілдің? Деген кезде Бәхлүл-Дана, түсімде қандай тамаша патша едім. Зәулім сарайларым, әскерлерім бар еді. Салтанатпен шаттық ішінде едім. Алайда сенің адамдарың мені оятты және тағымнан түсірді. Деген кезде Харун Рашид, жарайды, бірақ Бәхлүл, түстегі патшалыққа мән беруге бола ма? Қара, көзіңді ашқан кезіңде бәрі біткен көрдің. Сонда Бәхлүл-Дана былай деп жауап қайырады. Менің патшалығым көзімді ашқан кезде бітті, ал сенікі көзіңді жұмған кезде бітеді. Арадағы айырмашылық неде? Оның үстіне мен көзімді ашқанымда өмірге келдім, ал сен көздеріңді жұмғаныңда салтанатыңнан айырыласың және өкінішің басталады, сұраққа тартыласың. Ал енді айтшы, қай біріміздің патшалығымызға мән берілуі керек? Деп жауап бергенде Харун Рашид айтарға сөз таба алмапты. Достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, және де видеоларды бөлісіп қолдап отырайық. Сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен шабыт береді.